Қайырлы күн, аман есенсіздер ме? Қымбатты қазақ елі, қымбатты менің көрермендерім. Бүгін мен дәмдеуіш десек болады, дәмдеуіш. Мантыға, тіпті лағман, сондай тамақтарға орысша приправа дейтін шығар, деуге болады. Сондай жасайын деп тұрмын, жылда жасаймын, керемет. Енді бірінші кезекте міне қызанақты тартудан бастаймыз. Негізі ет тартқыш дұрыс қой. Мясорубка. Хрен тамырын қоссаңыздар, өте керемет, жылда қосам мен. Әрі кішкене ол да сақтық жасайды, және дәмі ерекше болады. Суық тигенге сондайға пайдасы зор. Бисмилля деп міне қызанағымды салайын. Сөз жоқ, дәмдеуішке осындай шөптер қосыңыздар. Менде енді екі түрлі болды. Міне менің дәмдеуішім дайын болды. Енді тартып, өткізгіштен бәрін өткізіп дайындадық. Енді бұған сөз жоқ, тұз саламыз. 1 қасық, 2 қасық. Әзірше сол 2 қасық салайын, егерде татымаса, тағы салуға болады. Бұл емен жылда жасайын, керемет. Нанға жағып жесеңіздер де, манты болсын, қандай тамаққа қосқың келсе қоса бересің. Наның енді көк шөптері, зелендері кішкене аздау. Көп жасасаң неғұрлым дәмді болады. Жаздың дәмі келіп тұрады аузыңа. Енді міне қазір қайнатуға қоямын. Шамамен 30-40 минутта дайын болу керек. Мынау күнбағыс майы 100-130-150 граммдай қосуға болады. Міне менің дәмдеуішім дайын болды. Енді құйып жабуды бастаймыз. Бисмилля. Міне қымбатты көрермендер, жаңағы менің үлкен тегештегі мынандай 1 литрлікпен 7 банкі болды. Қымбатты менің көрермендерім, демеушілерім, сіздер де осындай етіп қысты күнгіге дәмдеуіш жасаңыздар болады. Келесі видеода кездескенше аман сау болыңыздар.